Армысыздар. Қандай су ішкен дұрыс? Бүгінгі әңгіме су жөнінде болмақ. Су жөнінде болғанда да жылы су ішкен дұрыс па, мұздай су ішкен дұрыс па? Қайнаған су ішкен дұрыс па, қайнамаған су ішкен дұрыс па? Сондықтан видеоны аяғына дейін көріңіз, ұнаса тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, поделиться басылмасын басып елмен бөлісіңіз, қоңырау шанды басып қоюды ұмытпаңыз. Бұдан да мықты видеоларды жіберіп алмас үшін. Біз қайнамаған кәдімгі жылы су ішуіміз керек. Неге қайнамаған жылы су? Себебі су қайнаған кезде ол өзінің табиғи структурасын бұзып жібереді. Сондықтан қайнамаған су ішуіміз керек. Ал оны қайнамаған судың температурасы сол 38-40 сожобада болу керек. Неге? Себебі бізде адамның температурасы 36,5 болса, біздің ішкі құрылысымызда ішек қарындағы судың температурасы 38-40 градус болады екен. Егер сіз мұздай су ішсеңіз, ол бараттаған ішек қарынға стресс болады. Өзіңіз ойлап қараңызшы, енді ішек қарынның температурасы 38-40 градус. Мысалы, сіздің үйіңізде пешіңіз бар, пешіңіз 38-40 градуста қызып тұр, сіз барыңыз оңасын мұздай су қойып жіберіңіз. Пеш бажата қалмай ма? Бұл былайша айтқанда, тура сіздің мұздай суды ішек қарынға құйып жібергеніңізде, ішек қарында да сондай жағдай болады. Ол бараттаған стресс. Ал енді стресс былайша да жетіп жатыр ғой. Сондықтан біз стрессті қолдан жасамай, өзімізге жағдай жасауымыз керек. Қайнаған судың құрамында кислород болмайды. Судың бойындағы кислород қайнаған кезде кетіп қалады. Мен оны өзімнің басымнан өткердім. Ол кезде мен намаз оқитынмын. Сол кезде бір елдің бәрі су ішу керек деп, елдің бәрі кипяток ішіп кетті. Содан елге қосып, мен де сол қайнаған жылы суды ішіп жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде, ол кезде намаз оқитынмын. Сәждеге барсам, басым айналады. Таныс жақын араласып жүрген медик кісі бар еді. Сол кісіге бардым, ол кісі давлениені өлшеді, қарасақ давление дұрыс. Содан ол кісі айтты, жақын араласқаннан кейін біледі ғой енді. Сіз су ішіп жүрген жоқ қойдыңыз деді. Иә, су ішіп жүрмін. Қандай су? Қайнаған су. Қайнаған су болмайды деді. Мынау сіздің басыңыздың айналып жатқаны, сіз қайнаған су ішіп жүрсіз. Қайнаған судың құрамында кислород жоқ. Кислород жоқ болғаннан кейін миыңызға кислород жетпей жатыр. Сәждеге барған кезіңізде басыңыздың айналып жатқаны сол. Осы миыңызда кислород жетпей жатыр. Сондықтан қайнамаған су ішіңіз деді, бірақ жылы су болсын деді. Сонымен барында мен қайнамаған жылы су іштім, өзім таң қалдым. 2 күннің ішінде менің басымның айналғаны тоқтады. Видео ұнаса тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, поделиться батырмасын басып елмен бөлісіңіз. Бар болайық, бай болайық, бәрінен бұрын денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық, ағайын.